Сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде бауырлар үшінші бөлім, және де бұл бізде соңғы сериясы болады. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар, сериалды бастаймыз. Кеттік. Істеп жүрген тірлігім болмайды. Себебі екеуміз, яғни бір анадан туған бауырмыз ғой. Мен неге бұндай болдым? Мен ағамды құрметтеп сыйласам, ол мені де сыйлап, маған қарындасындай көруші еді. Енді мен ағамды сыйламасам, ол да мені жақтыртпай жүр. Менікі дұрыс емес. Сол себепті мен анамнан қатты кешірім сұраймын. Олар қазір төбеде маған қарап тұр. Мен бұл істеген ісіме қатты өкінемін. Жарайды, енді мені кешірер деп ойлаймын, себебі мен оның бауырымын ғой. Қалай кешірім сұрасам болады екен, қатты ұялып тұрмын. Аға, қолыңыз бос па, мен сізбен сөйлесуім керек еді? Не болды, барлығы тыныштық па? Аға деп қалыпсың, или менің тағдырымды түсініп сыйлайын дедің бе? Мен сол жайлы сөйлесейін деген едім. Мен сізден кешірім сұраймын. Өйткені сіз менің туған бауырымсыз, ағамсыз. Мен сізді сыйлауым керек екенін түсіндім. Себебі екеуміз бір анадан туылдық қой, мені кешіресіз бе? Енді қайталанбай ма? Қайталанбайды, сізді енді құрметтеп сыйлайтын боламын. Мені кешіріңізші. Мен сізге, яғни қинап жібердім. Білемін енді, әке-шешеміз, олар басқа жақта дегендей кешірім сұраймын. Жақсы, мен сені кешіремін. Себебі мен сені, яғни ұрсып қалсақ та, мен сені қатты жақсы көремін. Мен кешірмегенде қайқа барамын, екеуміз бір бауырмыз ғой. Рахмет аға. Вау, мынау күшті ғой. Міне, мен осындай попугай салдым. Күштісін-ай. Жүр ендеше кеттік. Мына тәттілерді сен де жей ма? Қарындасым, мынау әпшеңе бөліп бер, жарай ма? Жарайды аға. Кел ендеше әпше. Рахмет. Өзің жей бер. Менің қарным қатты ашып тұрған жоқ. Жоқ, екеуін бөлісіп жеңдер. Саған да телефон алып беремін. Жақсы, негізі керек емес қазір. Жақсы, енді көреміз. Ойнай беріңдер екеулерің. Ендеше кел әпке, саған мынандай осындай мармелад беремін. Міне. Рахмет. Мынаны сен салдың ба? Мен салдым, күшті ме? Күшті салыпсың ғой, тағы қандайларды салдың? Міне мен мынандай, міне осы бастамасын салып келе жаттым. Потом осындай болды, күшті салғам, күшті салыпсың. Дәмді ғой? Рахмет. Таң атқан соң. Тұра ғой, қарындасым, саған өте күшті сыйлығым бар. Қарындасым, тұра ғой. Әпке тұрсаңшы, сен қатты қуанып қаласың. Қайырлы таң. Мынау менің арманым ғой. Мынаны сіз алдыңыз ба аға? Міне, ала ғой, сен блогер болам деп жүредің ғой. Міне саған телефон, және де лампа осындай күшті ме? Рахмет аға, көп. Вау, мен осындай түс көріп жатыр едім. Түс деген орындалады екен ғой. Жарайды. Енді мен сені қуанттым. Енді бүгін қыдырып қайтайық. Бәріміз. Аға, сіз бұның бәрін қалай алып жатсыз? Ақшаңыз қалды ма өзі? Әлі ақшам көп. Біз үй алсақ та болады, жағдайымыз жақсарып жатыр. Себебі мен жұмысты өте қатты жақсы істеп, бастық болайын деп жатырмын. Құттықтаймын аға. Құттықтаймын.
Достар, осымен біздің Бауырлар сериалы аяқталады. Бауырлар сериалы, яғни соңғы бөлімі өте керемет аяқталды деп ойлаймын. Бұл сериал сіздерге ұнады және де қызықты болды деген ойдамын. Осы сериал сіздерге ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Қандай сериал түсірейін, осы видеоның астындағы комментарияға жазып кетіңіздер. Біреулеріңіздің таңдап түсіретін боламын. Ендеше сау болыңыздар.